Fashion Guide бағдарламасынан көретіндеріңіз. Дизайнер Аяжан Жақсыбай достарын бір ортаға жинады. Айка әлемі and Friends жобасындағы отандық модельерлердің топтамаларына назар аударайық. Жұмсақ сән. Қазақстандық дизайнер Бану Бабаеваның кашемирден жасалынған бұйымдарын тамашалайық. Және киімдегі суреттер. Әдемі свитшоттар мен көйлектерді кім жасайтынын білейік. Модельер үшін маңыздысы не? Әрине оның киімін сатып алып, оны дұрыс кие білу. Сатып алушының пікірі мен сұранысы да өте маңызды. Қазір дизайнер мен аудиторияның арасындағы диалогтық алаңға түрлі көрмелер айналуда. Солардың бірі Айка әлемі and Friends жобасы. Онда қазақстандық дизайнерлер тек өздерінің күзгі топтамаларын ұсынып қана қоймай, сатып алушылармен таныса алады. Егер дизайнер сатып алушымен тікелей кездессе, ол оның шығармашылығынан, жұмысынан ақпарат алады. Осылайша, біз қазір қандай киім ыңғайлы және өзекті екенін білеміз. Аяжан сән тәлімгері ретінде жаңа маусым топтамасының басты ерекшелігін атап өтті. Ол әмбебаптылық пен бірегейлік. Қазір аудитория күнделікті киюге арналған айрықша модельдерді талап етеді. Сонымен бірге дизайнердің топтамасы бір-бірімен үйлестіруге болатын киімдерден тұруы тиіс. Модельердің өзі алғаш рет жаңа маусымда қолмен өңделген трикотажды жұмыстарын ұсынды. Полностью было сделано ремесленниками, которые находятся в Шымкенте. Алғаш рет топтамада құрақ фактураларына және киімнің астарына Қазақстанда жасалған маталарды қолдандым. Сонымен қатар, бір киімде бірнеше фактураны үйлестіруді қолға алдым. Дегенмен, өзімнің бірнеше фирмалық ерекшелігімді тастаған жоқпын. Бұл құрақ құрау, киізбен жұмыс, сырып тігу, трансформер киімдер мен көп нұсқалы стиль. Многовариантный стиль. Магда Твалиашвили осы күзде ашық түсті киімдерді киюді сынады. Сүйікті қаратысын артта қалдырып, дизайнер әрі стилист образдарды ақ, сарғыш және көк реңдерде жасаған. Модельдерге келетін болсақ, осы маусымда кимоно жамылғы мен металл түсте шалбарлар сәнде. Көбінесе менің топтамамда көйлектер, тренчтер, стильді жамылғылар бар. Бұл жамылғыны теріс киюге де әртүрлі байлауға да болады. Яғни, қала аруына арналған стильді киімдер. Олар өте ыңғайлы және табиғи маталардан жасалынған. Модельер Ольга Станның желісінде де ашық түсті киімдер ұсынылған. Дизайнер өзінің спортшик бағытына сенімді. Жаңа краш техникасындағы модельдер бізді қатты қуантты. Мұндай техниканы Ольга жапондық дизайнер Шинга Сатодан үйренген. Мен матаға қарап, одан қандай да бір пішін жасағым келетінін елестетемін. Яғни, матаны сол күйінде қабылдамаймын. Пішінді жасағанда арнайы үлгі сызу қажет. Себебі көлемі үлгісіне байланысты. Ерекше фактурасы мен пішіміне қарамастан белдемше мен көйлектерді спорттық және классикалық аяқ киіммен де үйлестіруге болады. Аксессуарларға келетін болсақ, оларды максималды қолдану образға теріс әсер етпейді. Алия Валерьеваның бас киімдері мен көзілдіріктері осындай образдардың бөлшектеріне айналды. Алғашқы қазақстандық көзілдіріктер дизайнері ерлер мен әйелдерге арналған жаңа желін ұсынды. Мұндағы басты ерекшелік бұл өрнегі. Ол кеңсіріктің үстіңгі жағында қошқар ретінде бейнеленген. Осылайша, мен топтаманы қошқарлар деп атадым. Құрақ құрау техникасы ашық түстер немесе монохром. Осы маусымда дизайнерлер стильдердің үлкен тізімін ұсынуда. Жұмсақ, нәзік, әрі жағымды. Жұқа болса да ол жылы әрі берік. Сіздер біз бүгін не жайында баяндайтынымызды түсінген шығарсыздар. Әрине сөз кашемир жайында. Дәлірек айтсақ, кашемирден жасалынған бұйымдар жөнінде. Қазақстан сән индустриясына осындай жаңашылдық қажет болды. Дизайнер Бану Бабаева бағалы маталардан жасалынған үй тоқыма өнімдерін ұсынуда. Мен кашемирді өте жақсы көремін. Кашемирді үйде де, далада да киіп жүргенді ұнатамын. Сондықтан жеке брендімді жасау идеясы пайда болды.
Себебі мен өзім кигім келетін кашемирден жасалынған өнімдерді сирек кездестіретінмін. Которые я с удовольствием бы носила. Кашемирден жасалынған алғашқы орамалдар бірнеше ғасыр бұрын Тибет пен Непалда пайда болған. Алайда маталарды Парижге жіберген Наполеонның арқасында бұйым әйгілі болды. Бұл Еуропадағы кашемир сәнінің бастауы еді. Бұйымды тек дәулетті арулар иеленген. Қазір бұл материал трикотаж индустриясында қолданылуда. Ол кардигандар, жемпірлер мен халаттар. Манудың модельдерінің ерекшелігі эко-кашемирді пайдалануында. Это кашемир, в производстве которого отсутствует обесцвечивание, стадия обесцвечивания. Эко-кашемир бұл өндірістегі түсін өзгертпей, бояуды қолданбай және қандайды бір химиялық заттарды пайдаланбау. Яғни, ешкі жүнін шайып, өндірісте осындай табиғи түсті алуға болады. Он просто промывается, и вот такой натуральный цвет, как есть, идет в производство. Кашемир индустриясының әлемінде бірнеше сапа стандарты бар. Жоғары сапалы бұйым А стандартына жатады. Буынес өнімі дабл А кашемир стандартында жасалынған, яғни өте жұқа және ұзын жіптен дайындалған. Мұндай киім өңдеу барысында үлкен назарды және күтімді талап етеді. Индустрия, да, трикотажа очень сильно отличается от любой другой индустрии, потому что Трикотаж индустриясы басқа индустриялардан қатты өзгешеленеді. Себебі өнімнің өлшемін алғанда, оның тоқылу барысында, жуылғанда өзгеріске ұшырайтынын ескеру қажет. Техникалық тұрғысынан барлығы жақсы жасалынуы тиіс. Біз әркез бастапқы өлшем өнім шығарылғаннан кейін әлдеқайда ерекшеленетінін алдын ала білуіміз керек. Исходные, так скажем, они будут отличаться от размеров после того, как продукция произведена. Дизайнер Бану Бабаеваның жұмысының басты жаңалығы көктем жаз 2017 топтамасы. Ондағы басты материал әрине кашемир. Топтама спортшикпен аралас негізгі киімдерден тұрады. Образдар еркін, сәнді, әрі өз-өзіне сенімді әйелдерге арналған. Киім иесі жайлы не айта алады? Ол сіздің стиліңіз, талғамыңыз, қалауыңыз және тағы басқа жөнінде ақпарат бере алады. Сыртқы келбет адамды айналасымен байланыстыратын тиін іспетті. Киімдер арқылы біз сән тілінде әлеммен сөйлесе аламыз. Осындай киімдерді тек жас әрі алғыр дизайнерлер шығара алады. Солардың бірі Random брендімен Айдана Жаханова мен Алпамыс Батыров. Одежда – это очень, я считаю, хороший инструмент для того, чтобы распространить на большую аудиторию свою какую-то позицию общественную. Киім бұл үлкен аудиторияға өзіңнің ұстанымыңды немесе айналаңдағы адамдарды қалай елестететініңді көрсететін құрал іспетті. Сонымен бірге көпшілік арасындағы стандарттарды барынша көрсете алады. Либо это просто трансляция тех стандартов, жизненных каких-то позиций именно в общество. Жастардың шабыт көзіне және ойын жеткізе алатын құралға көркем өнер айналды. Бояулардың, маркерлердің көмегімен дизайнерлер өздерінің идеяларын жұртқа жеткізе алады. Жас дизайнерлердің тұжырымдамасы суретке негізделген. Көркем өнерге арналған киім. Осындай оймен Random брендінің алғашқы топтамасы пайда болды. Когда ты создаешь серию, нету определенной какой-то четкой идеи в начале. Басында киімдерді жасағанда қандайда бір нақты идея болмады. Ол біртіндеп пайда болды. Осы суреттерге келетін болсақ, менің басты идеям қуат көз болып табылады. Шығармашылық, тарих, туған туыстарың, достарың беретін қуат. Міне барлығы осы энергиямен байланысты. Твои родные, твои друзья, что-то связанное с энергией, объединением. Суреттер Алпамыс Батыров топтамасының ерекшелігіне айналды. Себебі олар киімге көшіріледі. Әрбір сурет қолмен салынып, көп еңбекті талап етеді. Суретшінің туындылары брендтің шабыт көзіне айналды. Жастар нақты бір стильге тоқтап қалмай қиялдарына ерік береді. Соған мысал ретінде графистер мен суретшілермен жасалынған коллаборация, ал принттерді жасау тәсілдері әртүрлі. В наших дизайнах мы используем несколько нанесений принтов. Біз дизайнда принтті жасаудың бірнеше тәсілін қолданамыз. Бұл сублимация. Жібекпен кестелеу, кестенің түрлі нұсқаларын пайдаланамыз. Біз әртістермен, суретшілермен жұмыс жасағанда, олар өздерінің әдістерін қолданады.
Мысалы, графистер баллонды пайдаланады. Граффитисты, они используют баллончики. Вот как мы идти на это изделие. Қазақстандық суретшілердің жұмыстарымен жасалынған худи, свитшоттар, спорттық көйлектер. Міне осындай киімдерді алда көретінімізге Айдана мен Алпамыс уәде береді. Бұл әрине көше стилін, шығармашылықты ұнататын адамдарға арналған.